Өмір деген өткінші сынақ демек. Бірақ та бәрімізге жұмақ керек. Жұмаққа кіру үшін әр адамға калима деген ұлы құжат керек. Әр пенде құжаттанар өр болмаса, Аллаға иілуден арланбаса, жарамсыз боп қалуы мүмкін, бірақ құжатта намаз деген мөр болмаса. Маңдай мөрі намазды өтегенің, сол мөрмен арманыңа жетер едің. Тек құжатқа визасын соғу керек, ораза деген ұлы мекеменің. Алланың шарты солай неге десең, болмайды ол шарттарды елемесең. Ондай виза құжатқа қойылмайды, зекет деген салықты төлемесең. Аңсасаң жәннат деген отан аңса, жәннаттан азаматтық атақ аңса. Отаның сол болады құжатыңда, қажыға барды деген фотоң болса. Пенделер төл құжатсыз кімді алдайды? Жоғалтса дубликаты дін болмайды. Исламның 5 парызын орындасаң, иманыңда ешқандай мін болмайды.